Қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов: менің бір жақсы досым бар, ол Сәбит Досанов, мықты жазушы. Бір рет ол кітап жазып шықты. Сосын қол жазбасын алып, барлық демеушіні аралап шықты. Бірақ қолдау таппады. Артынан маған келді. Менің иелігімде кен орындары болмаса да, өз кітабыма сақтап отырған ақшамды Сәбитке бердім. Сөйтіп, оның кітабын шығарып бердім. Оның айтуынша, баспа үйі ол кітаптың барлық данасын автордың өзіне тапсырып, өзіңіз таратасыз деген. Сәбит Досанов бірнеше данасын туған туыстарына, бірнеше данасын достарына сатты. Бірақ ары қарай тарата алмады. Сөйтіп, қайтадан Олжас Сүлейменовке барды. Мен бірнеше таныс қала мен облыс басшыларымен хабарластым. Олар Сәбиттің шығармасын өз кітапханаларына алды. Ақыры бәрін таратып жібердік. Негізі жақсы кітап. Сосын Сәбиттің жағдайы түзелді. Оның бауырының баласы сәтті үйленіп кетті. Сөйтіп Сәбит ел басының туысы болып шықты. Қазір оның кітаптары тез таралады. Ол бұрынғыдай көмек сұрамайды. Күнде шығарма жазады. Міне, өте сәтті мысал. Ал жазушылар одағының қалған 700 мүшесі не істейді? Ақын жазушыларға да оңай емес, деді. Айта кетейік, Димаш Досанов Әлия Назарбаеваның жолдасы, жасы 38-де. Еңбек жолын 2002 жылы Алматы қаласының Медеу аудандық әкімдігінде бастаған. 2 жылдан кейін индустрия және сауда министрлігіне ауысты. Одан кейін Қазмұнайгаз компаниясында еңбек етті. 2010 жылдан бастап Солтүстік Каспий операциялық компаниясында қызмет көрсету бойынша бас менеджер болды. Ал 4 жылдан кейін Қазақстан-Қытай құбыры жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры қызметіне тағайындалды. 2016 жылы Қазтрансойл басқармасына мүше болып сайланды. Сол жылы бас директор басқарма төрағасы қызметіне келді. 2017 жылдан бері Ұлттық баскетбол федерациясын басқарады. Міне, Қазақстанда жағдай осылай.